Ondan кейін Убай ибн Каабтың қиссасы бар ғой, атақты. Радиаллаху анху. Убай ибн Кааб, я Расулалла, мен түнде 1 сағат уақытым бар. Соның ішінде қанша салауат айтып қояйыншы деп айтады ғой. Сонда бір 15 минутта айтам, сол жете ма деген кезде фаин зитта фахуа хойрун лака деп айтады ғой. Егер де тағы да үстіне қосатын болсаң, өзің үшін жақсы болар еді дейді. Онда мен жарты сағат айтам дейді. Бұл жақсы дейді. Бірақ тағы да қосатын болсаң, онда өзің үшін, кім үшін деп жатыр салауат? Өзің үшін деп жатыр да. Сен үшін жақсы болар еді. Мен деп жатқан жоқ мұқтаж пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сен үшін жақсы болар еді деп жатыр да. Онда мен сол сағаттың барлығында салауат айтам, я Расулалла деген кезде, олай болатын болса деді, сыйлығын айтты ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бүкіл Алла кеудеңдегі, ішіңдегі қайғың бәрін сейілтеді деді. Және бүкіл күнәңнен айығып тазалап тастайды деді да. Бұл ғалымдар астында шархында айтады, екі дүниелік мәселесінде қамтыған дейді демек салауат. Біріншісі, бүкіл қайғыңды сейілтетін адам мына жақ тыныш болса бар ғой, адамның өмірі гүл болады негізінде.